Сәлем қадірменді көрермен. Сіз Непалдың батысындағы етекірді шығару дәстүрі туралы естідіңіз бе? Бұл видеода мен етекір кезінде әйелдер неге қуылады және билік онымен қалай күресіп жатыр деген сұраққа жауап беремін. Чхаупади немесе Чаупади қыздар мен әйелдерді етекір кезінде немесе олар етекір келгеннен кейін және бала босанғаннан соң бірден етекірді шығару дәстүрі бойынша отбасылық үйден шығарады. Чхаупади индустардың тыйымдарынан шыққан гендерлік кемсітушіліктің бір түрі десек те болады. Мифтерге сәйкес Индра құдайы етекірді қарғыс тарату құралы ретінде жаратты, ал әйелдер етекір кезінде немесе босанғаннан кейін таза емес және айналасындағылардың бәрін арамдайды делінген. Чаупади салты Непалдың батыс бөлігінде, сондай-ақ Үндістанның Уттарханд, Тамил-Наду және Керала штаттарының ауылдық жерлерінде кеңінен таралған. Сонымен қатар Чхаупади Пәкістанның Дард халықтары арасында, атап айтқанда Калаш арасында сақталған. Үкімет деректеріне сәйкес 15 пен 49 жас аралығындағы непалдық әйелдердің 19% Чаупади дәстүрін ұстанады. Елдің батыс бөлігінде олардың үлесі 50%-ға дейін, ал Ачхам облысында 95%-ға дейін артады. Үндістанның ауылдық жерлерінде әрбір 5-ші қыз етекір келе бастағанда оқуын тастайды. Тұрғындар дәстүр бойынша етекір келген қыздар мен әйелдерді арам, таза емес деп санайды және оларды үйден алыстатады. Олармен қарым-қатынасқа түскен адамды бақытсыздыққа ұшырайды деп сенген. Дәстүрді бұзғандар табиғи апаттарға ұшырап, малынан айырылып, егіннен айырылып, тіпті туыстарының өліміне де тап боладымыз. Индуизмде қалыптасқан нанымдар мен тыйымдарға сәйкес, етекір кезінде әйел басқа адамдарға, сондай-ақ сиырларға, көкөністерге, жемістерге және тіпті ағаштарға қол тигізбеу керек. Әйтпесе олар жеміс беруін тоқтатады. Буйволдар мен сиырларды саууға рұқсат жоқ. Кітапты да оқи алмайды. Ол даналық пен білім құдайы Сарасватиді ашуландыруы мүмкін деп сенеді. Әйелдерге етекір кезінде индус ғибадатханалар мен қасиетті жерлерге баруға, отбасылық іс-шараларға, пужаларға, пужа дегеніміз индуизмде ғибадат пен қастерлеудің негізі рәсімдерінің бір түрі, діни шерулер мен мерекелерге қатысуға, жалпы ыдыстар мен басқа да ас үй құралдарын пайдалануға, ас үйге кіруге, өзендерде шомылуға және қоғамдық құдықтардан су татыруға қатаң тыйым салынады. Чаупади дәстүрін ұстанатын әйелдердің басым көпшілігі ай сайын Чхаупади Готха немесе Чаугота қысқа шағын сарайларға, үй жанындағы мал сарайларға, немесе орманда, немесе тауларда орналасқан бөлек терезесі үйшіктерге жиналуға мәжбүр. Кейбір әйелдер ғана отбасылық үйде байтақ деп аталатын бөлек бөлмеде тұра алады. Ал сіз бұл салт туралы не ойлайсыз, қадірменді көрермен? Комментарийға өз пікіріңізді жаза кетіңіз. Және де непалдықтар таза емес әйел ауру тудыруы мүмкін деп санайды. Елді мекенде төтенше жағдай бола қалса, түнеп жатқан қызды ұрып соғады. Олар барлық қиындықтарға әйелді кінәлайды. Дәстүрді ұстанатын әйелдер әдетте антисанитариялық жағдайда тікелей кіреденде жұқа көрпемен жабылып ұйықтайды. Тек ауыл сыртындағы арнайы суға немесе тоғанға жуынып кір жуады. Әдетте тұрмысқа шыққан әйелдер бірнеше күнге үйден шығарылады, ал тұрмысқа шықпаған әйелдер бір аптаға дейін оқшаулануға мәжбүр болуы мүмкін. Бірінші рет етекірді бастан өткерген қыздар 14 күн бойы оқшауланады. Кейбір Чхаупади тыйымдары босанған әйелдерге де қатысты, өйткені босану қан кетумен бірге жүреді және сонымен бірге таза емес болып саналады. Непалда әйелдердің 89% тек туыстарының қатысуымен үйде босанады және 60% дерлік дәрігерлерсіз босанады. Брахмандар босанғаннан кейін босанған әйелдердің үйінде тазарту рәсімдерін жасайды. 2005 жылдың мамырында Непалдың жоғарғы соты Чхаупади тәжірибесіне тыйым салды. 2017 жылдың тамыз айында ел парламенті Чхаупадиді қылмыстық дәстүр деп танып, оны қылмыстық жауапкершілікке тартты. Бұдан былай әйелді етеккір айдауға мәжбүрлеген кез келген адам 3 айға бас бостандығынан айырылуы мүмкін, немесе ауыр айыппұл төлеуі мүмкін. Алайда ауылдық жерлерде халықтың басым бөлігі дәстүрді ұстанып, айлық айдауды жалғастыруда. Непалдың батысында ешкім ешқашан Чхаупадиді ұстануға мәжбүрледі деп айыпталған емес. Алайда Чхаупадиге тыйым салу мұғалімдер мен дәрігерлер арасында ағарту жұмыстарын жүргізетін, жасөспірімдер мен әйелдерді құқықтарын қорғайтын, мектептерде қыздарға бөлек дәретхана салуды көздейтін үкіметтік емес ұйымдардың жұмысын күшейтті. 2010 жылдардың соңына қарай Непал үкіметі Чхаупади дәстүріне қарсы күресті күшейтіп, шағын сарайларды жаппай бұзуды бастады. Бірнеше жыл ішінде елде 7000-нан астам чауоттар жойылды. Дегенмен, көптеген ауыл тұрғындары бұл шағын сарайларды қалпына келтіруге бірден кірісті. Сарайларды жаппай бұзу тиімсіз және қайшылықты болды. Өйткені етекір келіп жатқан әйелдерді ақырында үңгірлерге немесе ауыл сыртындағы шөл далаға жіберуге мәжбүрледі. Әйелдер немесе қыздар
чхаопадиді сақтамаса да қоғам ырымшыл себептермен олардың әлеуметтік өмірін шектейді. Мысалы, көптеген ауылдық мектептерде етеккір келген қыздардың мектепке баруына тікелей тыйым салынады. Соның салдарынан орта мектепте оқитын қыздар айына орта есеппен 5 күн сабаққа бармайды. Бұл олардың жалпы үлгерімнің төмендеуіне әкеліп соқтырады және ұлдарға қарағанда нашар бағалады. Үйінен қуылған кезде әйелдер сондай-ақ анасының соңынан ерген кішкентай балалары жиі өз денсаулығына қауіп төндіреді. Әйелдер жиі ауырады, гигиеналық ережелер сақтамайды, таза суға қолжетімділіктен айырылады. Оларға тамақ аз беріледі, ет жей алмайды, сүт ішпейді, тек күріш пен су. Сүт немесе май мүлдем берілмейді және оларға жиі жыландар, шаяндар және жабайы жануарлар шабуыл жасайды. Бұл әдет-ғұрып ауылдық жерлерде қолданыла береді және көбінесе қайғылы оқиғаларға әкеледі. Қыста қуылған әйелдер кішкентай сарайларда тұрады және нашар жертөлген жерлерде көмірте тұйығы тотығымен улануы мүмкін. Мысалы айта бататын болсақ, Непалдың Катманду қаласында 17 қаңтар күні 35 жастағы Амба Бохара мен оның 2 ұлы 9 жасар Рамит пен 12 жастағы Суреш көз жұмды. Құқық қорғау органдарының алдын ала қорытындысы бойынша адам өліміне көмірқышқыл газынан улану себеп болған. Оқиға кезінде отбасы терезесі сиыр қорада болған. Өйткені олар әйелдің етеккір кезінде үйден шығуы керек болатын ежелгі чхаопади дәстүрін сақтаған, деп хабарлайды Таас The Guardian басылымына сілтеме жасап. Қайтыс болмас бұрын отбасы 4 күн жер аударуға мәжбүр болғаны анықталды. Полицейлер әйел өзін және балаларын мұздатылған қорада жылыту үшін от жаққан мәлім болғанын хабарлайды. Түнде отбасы оттан пайда болған түтінге уланып, олар жатқан көрпе оттың әсерінен өртеніп, жалын тараған деседі. Тағы да тіркелген қайғылы оқиға тамыз айының басында Непалда болды. 16 жастағы Анита Чанд елде ресми түрде салынған чхаопади әдетінен қайтыс болды деп жазады. Сондай-ақ басылым қыздың өлімі 2019 жылдан бері чхаопадиден тіркелген алғашқы өлім екенін атап өтті. Ауылдық муниципалитет төрағасының орынбасары Бинна Пхаттың айтуынша, Чанд ұйықтап жатқанда оны жылан шағып өлтірген. Оқиға орын алған кезде қыз үйінің сыртында сарайда ұйықтап жатқан деді Пхат. Анитаның отбасы оның осы кезеңде етеккір болғанын жоққа шығарады. Чхаопадимен байланысты өлім жетімнің нақты саны белгісіз, бірақ 2019 жылға дейін жылына кемінде 1 өлім тіркелген. Deutsche Welle басылымы Ресейдегі шетелдік агент ретінде танылған. 2009 жылдан 2022 жылға дейін 15 өлім болған деседі. Непалдың The Kathmandu Post газеті 2007-2010 жылдар аралығында бір ауданда 13 адам қайтыс болғанын хабарлайды. Чхаопадиден өткен көптеген әйелдер кінәні, қорлауды, қайғыны және депрессияны бастан кешіреді. Қуылған кезінде әйел аурудан және қан жоғалтудан өлуі мүмкін, өйткені оның туыстары арамданудан қорқып, оны ауруханаға апармайды. Сондай-ақ отбасынан оқшауланған әйелдерді жиі мас ер адамдар тарапынан жыныстық зорлық-зомбылыққа ұшырайды. Осы видеом ұнаса лайк басып және арнама жазылып мені қолдасаңыз алғысым шексіз қадірменді көрермен. Менің арнама алда осындай қызықты және таңғаларлық видеороликтерді тамашалайсыздар. Сіздермен болған Арай Факт арнасы.